Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сауат ашу сабағынан біз тағам және сусын бөлімін жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бүгінгі сабақта сен сөздегі дыбыс түрлерін, дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратасың. Оқушылар, сабағымызды мынадай бір тапсырмадан бастайық. Сөздердегі дыбыстарды түсіне қарай екі топқа бөл. Тағам, май, құрт, бәліш. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Не себепті бұл сөздер қызыл және көк түспен белгіленген? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл сөздерде дауысты және дауыссыз дыбыстар берілген. Бірге тексерейік. Дауыссыз дыбыстар: Т, Г, М, қысқа И, Қ, Р, Т, Б, Л және Ш. Жарайсыңдар. Ал дауысты дыбыстар А, О, Ә және І. Керемет, сіздер тапсырманы жақсы орындады деген сенімдемін. Оқушылар, дыбыстар екіге бөлінеді. Олар дауысты және дауыссыз. Дауысты дыбыстар деп кедергіге ұшырамай созылып айтылатын дыбыстар. Ал дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырап шығып созылмай айтылады. Осы ережені есімізде сақтаймыз. Олай болса, бірінші тапсырма. Оқушылар, суреттерді ретімен дұрыс орналастырып, нанның дастарханға келу жолын айтайықшы. Ойланамыз. Ендеше бірге тексерейік. Ең алдымен көктемде жер жыртылып, егін егіледі. Кейін жаз бойы егінге күтім көрсетіліп, күзде ол егінді жинайды екен. Егінді жинап болған соң, астықты камазға тиеп, диірменге апарады. Кейін осы диірменнен ұн жасап, ұннан нан жасайды және ол нанды наубайханада пісіреді. Піскен нанды дүкенге әкеліп қояды және ол нанды біз сатып алып дастарханға қоямыз. Жарайсыңдар, оқушылар. Сендер нанның дастарханға келу жолын дұрыс айттыңдар. Келесі тапсырмада мақалдың жалғасын тауып, көркем жазу керек. Бірінші мақал: нан бар жерде. Екіншісі: ас атасы. Ал үшінші мақал: нан дастарханға. Ойланып, мақалдың жалғасын дұрыс табайық. Жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші мақал: нан бар жерде ән бар. Екінші мақал: ас атасы нан. Үшінші мақал: нан дастарханға сән. Керемет. Сендер мақалдың жалғасын дұрыс таптыңдар. Ендеше дәптерге көркем жазамыз. Келесі тапсырма: жаңағы айтылған мақалдардың ішінен ең қысқасын табайық. Жауабымызды бірге тексерейік. Барлық мақалдар естеріңізде қалды деген сенімдемін. Ендеше ең қысқа мақал: ас атасы
нан. Жарайсыңдар. Осы мақалдың ішіндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратып, топтап жазыңыздар. Дауысты дыбыстар А және Ы. Ал дауыссыз дыбыстар С, Т және Н. Керемет, тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Келесі тапсырма мәтін түрінде берілген. Мәтінді бірге түсініп оқимыз. Мәтініміздің атауы Ақ тоқаш. Түс кезі. Екі дос мектептен қайтты. Екеуінің қолында ішінде шұжығы бар ақ тоқаш. Қажыкен нанының бір кішкене қалдығын қағазға орап, сөмкесіне салып алды. Ал Қажыкеннің досы өзі тойғаннан кейін тоқаштың қалғанын бір кескен шұжығымен бірге лақтырып жіберді. Қажыкен досына қарап: оқушылар, қалай ойлайсыңдар, мәтін ары қарай қалай жалғасады? Оқушылар, мәтінді ары қарай болжамас бұрын мына сұрақтарға бірге жауап берейік. Қалай ойлайсыңдар, Қажыкеннің досының іс-әрекеті дұрыс па? Әрине, дұрыс емес. Ал Қажыкеннің досы лақтырып жіберген нанға мұқтаж кімдер, нелер болуы мүмкін? Я, дұрыс айтасыңдар. Жұмыссыз жүрген адамдар және жан-жануарлар осындай нанға мұқтаж болуы мүмкін. Жарайсыңдар, сендер сұрақтарға дұрыс жауап бере алдыңдар. Ендеше мәтінді ары қарай болжап, бірге жалғастырып көрейік. Жауаптарымызды салыстырайық. Қажыкен досыңа қарап: ол нанды неге лақтырдың? Оны не қыламын? Сөмкемде көгеріп кетеді. Қалдық нанды ит пен мысыққа неге бермейсің? Ит пен мысықты іздеп жүретін уақытым жоқ. Жарайсыңдар, сендер мәтінді дұрыс болжадыңдар. Бүгінгі сабағымызды семантикалық картамен бекітейік. Берілген әріптерді дауысты ма, дауыссыз дыбыс па, немесе жай ғана белгі ма? Ажыратып көрейік. Ойланамыз. Жауабымызды тексерейік. А дауысты дыбыс. Қ және П дауыссыз дыбыстар. Ал О дыбысы дауысты дыбыс, себебі созылады. Ал Л дыбысы дауыссыз. Өте жақсы, сендер де тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген сенімдемін. Бүгінгі сабақта сен дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырата алдың, мәтін мазмұнын болжадың және өте тамаша жұмыс жасадың. Сау болыңыздар.